Сәлем балалар, 3 сынып қазақ тілі 46-шы жаттығу. Уақытыңды бағла. Түбір мен қосымша тақырыбы. 33-ші жаттығуға қара. Мәтінді мұқият тыңда. 1 минут. Отбасында бәрі де өз уақытында жүріп тұрғанды жақсы көретін. Тек Талғат қана үнемі кешігіп жүретін. Талғат, кел, тамағыңды іш деп шақыратын шешесі. Қазір 1 минуттан кейін барамын деп Талғат кітабын оқи беретін. Бұл оның әдеттегі жауап еді. Ылғи осылай дейтін. Бір күні мектепте шаңғы жарыс өтті. Талғат шаңғыны жақсы тебетін, бірақ ол жеңімпаз болған жоқ. Оның жолдасы 1 минутқа озып кетті. Талғат 2-ші орын алды. Үйге көңілсіз болып қайтты. Талғат біраз ойланып, 1 минуттың адам өміріндегі маңызын енді ғана түсінгендей болды. Мәтіннің авторы Рафиқа Нұртазина және де Ләйла Асқар. Ал балалар, енді осы мәтінге байланысты сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Талғат анасы шақырғанда не деп жауап берер еді? Талғат 1 минуттың адам өміріндегі маңызын қалай түсінді? Балалар, басқа да сұрақтарды қойып, сол сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Келесі сұрақ: мәтіндегі негізгі ойды анықта. Мәтіндегі негізгі ой өмірдегі әрбір минут, әр уақыт маңызды екені туралы. Келесі сұрақ: Талғат 1 минуттың да рөлі бар екенін түсінді ме? Оны түсінуге не себеп болды? Иә, Талғат 1 минуттың да рөлі бар екенін түсінді. Оның бұл жағдайды түсінуіне жарыста 1 минутқа кешігіп келуі себеп болды. Мәтін мазмұнына өз ойыңды қысқаша жаз. Барлық отбасы мүшелері өз уақытында жүріп тұрғанды жақсы көретін. Тек Талғат қана кешігіп, үнемі шақырғанда 1 минуттан кейін барамын деп жауап беретін еді. Бір күні жарыста Талғат 1 минутқа кешігіп келіп, 2-ші орын алып қалды. Осы күннен бастап ол 1 минуттың маңыздылығын жақсы түсінді. Келесі сұрақ: мәтіндегі қарамен берілген сөздердің жазылуына назар аудар. Бұл сөздердің түбірін тауып, жазуда қалай өзгергенін айтып көр. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздер кітабын жауабы сөздері. Бұл сөздің түбірі кітап және жауап еді. Дегенмен әрпі жалғануының негізінде п әріптері б әрпіне өзгеріп кетті. Осы орайда мына ережені мұқият жаттап алыңдар. Қосымша жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Мысал үшін, кітап сөзіне қосымшасы жалғанса, п әрпі б әрпіне өзгеріп кетеді. Кітап, кітабы. Сол сияқты парақ, парағы. Әріп, әрпі. Халық, халқы. 34-ші жаттығу: суреттегі сөздерді жұптастырып жаз. Ерік, еркі. Орын, орны. Көрік, көркі. Балалар, осы жұптасқан сөздерді салыстырып, түбір сөздің жазылуын өзгерткен қосымшаны ата. Ерік сөзін қосымшасы жалғану арқылы түбір сөзді өзгертті. Орын сөзіне қосымшасы жалғану арқылы
орын сөзін орны сөзіне өзгертіп жіберді. Көрік түбіріне қосымшасы жалғану арқылы көрік түбірінің көркі сөзіне өзгеріп кеткені көрініп тұр. 35-ші жаттығу. Мақалдың қайтесін түзеп жаз. Мақалды оқып көрейік. Ел көрікі мал, өзен көрікі тал. Балалар, мұнда көрікі сөзі дұрыс жазылмаған. Көркі сөзіне қосымшасы жалғанғанда р әрпінен кейінгі түсіп қалуы керек. Яғни, ел көркі мал, өзен көркі тал деп жазылады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алыңдар.